Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жүректегі күнәлар және оның түрлері. Күнә делінген кезде көбінесе адамның ойына ең алдымен дене мүшелерімен жасалатын жаман істер келеді. Мысалы зина, ұрлық, құмар ойнау, тағы басқа. Алайда одан да ауыры жүректегі күнәлар екендігінен көбіміз бейхабармыз. Ислам ғұламасы Ибн Хажар өзінің үлкен күнәларды жасаудан тыятын амалдар атты кітабында денемен жасайтын күнәлардан бұрын іштегі үлкен күнәлар атты тарауын ашып, алдымен жүректегі үлкен күнәлар жайында сөз қозғаған. Оның себебін ғалым былай деп түсіндіреді. Оны алға шығаруымның себебі, ондағы күнәлардың қатері өте көп. Оны істеген адам күнәһарлардың ең төмені, ең қоры болмақ. Кейбір ғұламалар оған байланысты былай деген: жүректегі ауыр күнәлар дене мүшесімен жасалатын күнәлардан да ауыр болуы мүмкін. Өйткені олардың бәрі адамда пасықтық пен зұлымдық сипатын тудырады. Жүректегі үлкен күнәлардың асып түсуінің тағы бір себебі, олар адамның жақсылықтарын, сауаптарын кемітіп жейді. Жүректегі үлкен күнәлардың түрлері. Жүректегі үлкен күнәлардың түрлерін ғұламалар 60-қа шығарған. Олардың ішінде күпірлікті тудырып, адамды кәпір ететіндері де бар. Жүректегі үлкен күнәлардың кейбіреулері төмендегідей. Алғашқысы үлкен ширк, Аллаға серік қосу. Аллаға серік қосуды ғалымдар үлкен ширк және кіші ширк деп бөлген. Үлкен ширк ретінде Алладан өзгеге табыну, Алладан өзге заттарды Құдай ретінде көру, Алламен қоса басқа нәрселерді де Құдай, Тәңір санатына кіргізуді айтатын болады. Алла Тағала Құранда сөзсіз ширк үлкен зұлымдық, Лұқман сүресі 13 аят десе, сонымен қатар Ниса сүресінің 48 аятында Алла Тағала оған серік қосуды кешірмейді. Одан өзгесін қалаған адамынан кешіреді деген. Тағы бір аятта шынында кім Аллаға серік қосса, Алла оған пейішті харам етеді. Баратын жері тозақ болмақ. Залымдарға жәрдем етушілер жоқ. Мәида сүресі 72 аят. Екінші кіші ширк, яғни рия. Рия деп ақыреттік істерді Алла разылығы үшін емес, адамдар көрсін, әлдекімдердің ілтипатына бөленейін деген ниетпен орындауды айтады. Рия көбіне діни бұйрықтарға қатысты болып келеді. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, рияны кіші ширк деп есептеген. Хадисте былай делінеді: сендер үшін қауіптенетін нәрселерімнің ішіндегі ең қорқыныштысы кіші ширк, яғни рия деген. Рияның харамдығы Құран аяты, пайғамбарымыздың хадистері және үмбеттің ижмасымен бекітілген. Үшінші ашу, жек көрушілік және көралмаушылық. Көралмаушылық жек көрудің нәтижесі, ал жек көру ашудың нәтижесінен туындайды. Осы үшеуі бір-бірімен ағайындас. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын былай деген: ашу шайтаннан, шайтан оттан жаратылған. Су отты өшіреді. Қашан сендердің біреулерің ашуланатын болса, дәрет алсын делінген. Алла Тағала Құранда ашуды жеңуді бұйырған. Сондай ашуларын іштей тұншықтыратындар және адамдарға кешіріммен қарайтындар. Шынында Алла игі жандарды жақсы көреді. Әли Имран сүресі 134 аят. Төртінші қулық. Бізді алдаған бізден емес деген хадис бар. Бесінші мұнафықтық, яғни екіжүзділік. Алтыншы үнемі өзіне қатысы жоқ нәрселерге басын сұғушылық. Жетінші тойымсыздық. Сегізінші кедей болып қалу қаупі. Тоғызыншы әлімжеттілік. 10-шы байларды байлығы себепті ұлық көру. 11 кедейлерді пақырлықтары себепті төмен көру. 12 бақталастық. 13 жағымпаздық. 14 істемеген нәрсесіне мақтау күтушілік. 15 өзінің қателеріне көз жұма қарап, өзгенікімен шұғылдану. 16 нанкөрлік. 17 шүкірсіздік. 18 тағдырға наразылық, риза көрсетпеу. 19 қулық, айлакерлік. 20 қара ниеттілік. 21 нәпсіне ауыр келгендіктен ақиқатты қабыл етпеу. 22 Алланы және ақыретті ұмыту. 23 Алланың рақымынан үміт үзу. Қасиетті Құранда Алланың рақымынан тек кәпір қауымы ғана үміт үзеді делінген. Юсуф сүресі 87 аят.
24. Шариғат ілімін дүниелік пайда үшін үйрену. Хадисте кімде-кім Алланың ризалығын алатын ілімді тек дүние пайдасы үшін ғана үйренсе, ол қиямет күні пейіштің иісіндей иіскемейді делінген. 25. Білген білімін жасыру. 26. Келісімге берік болмау. 27. Қызғаныш. 28. Өзге мұсылман жайында жаман ойда болу. 29. Ауыр күнәға ризалық танытып, оған септігін тигізу. 30. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын есімі тілге алынған кезде оған салауат айтпау. 31. Адамдарды мазақтап, оларды қор көру. 32. Тәкаппарлық, дандайсу және тағы да басқалары. Аталмыш жағдаяттар жүректегі үлкен күнәлар болып табылады. Осы жүректегі күнәлардан арылу үшін орындалатын 6 амал бар. Алғашқысы Құранды ой жүгірте пікірлей оқу. Жүрекке ең көп пайда тигізетін нәрсе Құранды ойланып, пікір жүгірте оқу болып табылады. Ол жүрекке сүйіспеншілік, Аллаға деген қорқыныш, үміт, тәуекел, сабыр сияқты жүректі тірілтетін әрі кемелдікке жетелейтін сипаттар тудырады. Алланы зікір ету. Жиі әрі жалғасымды түрде Алланы зікір етіп тұрған жөн. Мысалы, жасаған күнәсінің ішіндегі жаман ойын, тағы басқа оғаш қылықтарын еске алып өкініп, олар үшін Алладан кешірім тілеп, 100 мәрте истиғфар айтуды әдетке айналдырған абзал. Одан бөлек Аллаға хамд, тәсбихат келтіруді де жиі орындап тұру керек. Шариғат ғылымдарын үйрену. Жаңа нәрселерді біліп, ілім нәрімен нәрленген жүрек сау жүрек. Осы орайда білген нәрсесі үшін Аллаға хамд айтуды ұмытпау керек. Аллаға қол қусырып дұға ету, оған жалбарыну. Алладан жүректің саулығын сұрап, жүректегі рухани сырқаттыққа ем тілеп жүру қажет. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын: Аллахым, сенен жүректің саулығын сұраймын, немесе сау саламатты жүрек сұраймын деген. 5 уақыт намазға ұқыптылық таныту. Мұсылман намазына ұқыпты болуы тиіс. Құранда намаздарға ұқыптылық танытыңдар делінген. Намазға ықылас танытып, қолдан келгенше қаза етпеуге тырысқан жақсы. Қаза болып қалған жағдайда көп созбай мүмкіндік туа салысымен қазасын өтеп алуы шарт. Қаза намаздар жинала берсе, оның өзі адамға рухани жүк, ауыртпалық. Тәубе етуге асығу. Мәселен, жүрегінде қызғаныш туындай қалса, бірден Алладан жәрдем сұрап, ондай харам нәрсе үшін тәубе етіп отыру керек. Осылайша қызғаныштың орнына кеңшілік орнайды. Алла тағала баршамызды ішкі және сыртқы күнәларымыздан тыйылуды нәсіп етсін. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.